Гренни ойынының орташа қорқынышты хоррор ойын екенін барлығымыз білеміз. Бірақ ол ойынның шын өмірден алынғанын және Гренни ойындағы басты қорқынышты кейіпкердің шын өмірде кәдімгі қылмыскер кемпір болғанын көбісі біле бермейді. Көбісі сенбеуі де мүмкін, бірақ мен осы деректердің барлығын шынайы ресми источниктерден жинадым. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Азекен ғой арнасы. Видео басталмастан бұрын подписаться деген қызыл кнопканы басып, жанынан шыққан қоңыраушаны басып, осы видеоға лайкта басып кетіңіздер. Видеоны термей соңына дейін көріңіздер, себебі видеоның әр жері қызықты, қорқынышты сәттерге толы болады. Мұқият тыңдаңыздаршы, сіздерден өте үлкен өтініш, менің екінші арнамада тіркеле кетіңіздер. Ол Казонимус арнасы. Мен ол жақта өзім туралы қызықты реакциялар, қызықты қорқынышты видеолар, тіпті осы жақта көрсететін қорқынышты ойындарға стримдар, видеолар түсіретін боламын. Екінші каналымның ссылкасы описанияда немесе комментарийде болады. Керемет комментариялар видеоның соңында, ал біз видеомызды бастаймыз. Ең алдымен Гренни ойынының өзіне тоқталып кетейік. Гренни ойыны ең алғашында мобильді хоррор ойын болып шыққан. Ойынның сюжеті бойынша біз бір кемпірдің үйінде боламыз және сол кемпірдің үйінен қашуымыз керек. Ойын барысында бізді Гренни деген қорқынышты кемпір аңдып жүреді. Оған ұсталып қалған сайын ойынның сюжетін басынан бастаймыз. Сонымен қатар ойын барысында бізді қорқынышты қиын миссиялар мен скримелер күтіп тұр. Гренни ойынының версиялары көп, кәдімгі бұрынғы ескі Гренни бар және де қазір жаңадан шыққан Гренни ремейк бар. Бұл қорқынышты хоррор ойын өте үлкен танымалдылыққа ие, сондықтан да бұл ойынның барлық версияларын ойыншылар сүйіспеншілікпен ойнап жатады, бірақ оның негізгі тарихын білмейді. Ал қазір мен сіздерге Гренни ойынының шын өмірдегі тарихын айтып көрсететін боламын. Тамара Самсонова 1947 жылы Ресейдің Ужур деген жерінде өмірге келген. Бірақ сосын Санкт-Петербург қаласына өтіп өзінің қылмыстық істерінде сол жақта жасаған. Және бұл кемпір шизофрения ауруымен ауырып 3 рет ауруханаға түскен. Ол психологиялық ауру болып табылады. Бір күні жаңа үйге көшіп келген тұрғындар өздерінің камерасынан бір пакетті алып бара жатқан кемпірді көреді. Ол Тамара Самсонова болатын. Тамара Самсонова сонымен қатар екі адамның өліміне күдікті болған. Бұл уақытқа дейін Тамара Самсонованың соншалықты жауыз қанішер екенін ешкім білген жоқ. Полицейлер Самсонованың үйін кіріп тексерген кезде қанға малынған пышақты және балтаны көреді. Гренни ойында да кемпірде сондай қару-жарақтар болады. Полицейлер оның өзінің үйінде сонымен қатар сыртта да неше түрлі қанішерлік қылмыстар жасап 13 адамды өлтіргенін анықтады. Сонымен қатар Самсонованың үйінен осындай парақтар, жазулар, тіпті қара магиялар, адамдарды өлтіру пландары да табылған. 2015 жылы Тамара Самсонованы тұтқынға алады. Оған өмір бойына бас бостандығынан айырылу жазасы беріледі. Сол кезде Тамара Самсонованың өзі барлық қылмысты істерін мойындап адамдарды өлтіргенін айтып береді. Ойында біз ойнап жүрген кезде Тамара Самсонованың күштеп үйге кіргізген жертвасымыз, ал ойын Тамара Самсонованың өзін Гренни етіп сипаттайды. Егер де сіздер осы ақпаратты мистикалық ақпарат деп санасаңыздар, онда мен сіздерге одан да қорқынышты мистикалық ақпаратты айта кетейін. Ол Гренни ойынының өзі туралы. Сіз Гренни ойынының шайтани ойын екенін білген бе едіңіз? Көбісі бұл ойынды харам деп жатады, себебі бұл ойынның текстураларында, яғни дуалдарында ойынның ішінде шайтандардың тағы да басқа белгісіз құбылыстардың суреттері бар. Ол белгісіз құбылыстар, белгісіз суреттер масондық сатанизмнің суреттеріне қатты ұқсас. Қазіргі таңда ондай нәрселерді өте көп ойындарда кездестіреміз. Гренни ойыны туралы өз пікіріңізді комментарийге жаза кетіңіз. Ал мынау өткен видеодағы топ керемет комментариялар. Егер де сіздің де келесі видеоға түсіңіз келсе, онда осы видеоның астынан өзіңіздің керемет комментарияңызды қалдырып кетіңіз. Видео ұнаған болса, подписаться деген қызыл кнопканы басып, жанынан шыққан қоңыраушаны басып, осы видеоға лайкта басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Азекен ғой арнасы. Келесі кездескенше сау болыңыздар, аман жүріңіздер.